Үкей Батыр Мәзімұл деген Монғолияда қазақтардан шыққан жаңғыз батыр. Сосын осы батырды өмірбаянын ешкім білмейді, наның туыстары да білмейді. Бұл Үкей Батыр деген кім? Одан ұрпақ бар ма? Үйленді ме? Үйленсе қай рудың кімнің кіміне үйленді деген ешкім білмейді. Сондықтан осы мен сол қалада жүргенде 10 жыл, 20 жыл түк істегем жоқ деп едім ғой. Сонда мен осындай зерттеулер істеп, сосын архив қазбалап, архивтен мына кісіге халық қаһарманы сыйлығын берген туралы жарлық. Тауып алдыңыз? Мынаны архивтен алдым. Ғұламат орталық мұрағаттан. 79 жыл 8 айдың 18 күнгі 249 жарлық шығыпты. Ал бұл жарлықта ғажабы 9 кісі қол қойды екен. Сол жарлық. Тек Сейдімбал емес. Мысалы, халық құралының басқарма бастығы Сейдімбал, басқарманың орынбасары Жалаңашев, басқарманың орынбасары Допсын Арбытын, басқарманың хатшысы Қотып, басқарма мүшелері Бата генерал, Ламжап, Ошырбат, Одол, Түдіп деген сияқты 9 кісінің қолы қойылған осындай жарлық шықты. Ал бұндай жарлық бұрын соңды қазаққа бұйырмаған. Сондықтан осы кісі туралы мен жазайын деп, соны осы кісіні бірталай зерттедім. Сосын мына кісінің үйленгені туралы, 2 баласы туралы, 2 баласы қайда, қандай жұмыс қызмет атқарды деген туралы бәрін тауып жаздым. Дейлуның 80 жылдығына үстіп осындай кітап арнадым. Мынадан 60 кітапты тегін таратқыздым Дейлуңға. Мынау кім әкім? Ой, аман есенсіз бе? Алла амансын, қалың қалай? Біз аман есен жатырмыз, сол Қазақстаннан солағы Зидан деген жеңгеміз, Амантай Айболат деген бауырымыз, Шынар деген бала, сол 4-өө келген. Сонымен жатырмыз. Бізде жатырмыз, сол қысым бірде көтеріліп кетеді, бірде түсіп кетеді, аздан бері ойнап тұр қысымы. Осында Бақытбек сөйлескен еді, аман есен жатырмыз деп. Құлбек аңдасың да сөйлеседі. Ой, ана қымыз ішкені тісіңіз босап жүр ғой. Біз ұқсап қымыз ішпесеңіз тісіңіз түспейді ғой. Қымыздан көп түсіп қалды бәрі. Жәч. Ал енді балалардың бәріне сәлем айтыңыз, Кәукарға сәлем айтыңыз. Ой, Аружан қарғам аман бол. Ал жақсы. Біздің дәбейдің несі мұнда? Мынау күртік деген бір әппақ жеңгең бар ғой. Сол кісі. Дәбей келіп жүрмі осында? Дәбей Астанаға барды. Сосын әксі еріне түйеге артықтағы өзіне отырғыздықтағы. Сосын әк айтты, мынау үркісемаға шығар, даусын шығармай отыр деп сөйтті. Дауысы айғайлаған озандаған сондай кісі біледі. Бұндай әксі. Келе жатқанымыз екеуміз, ең кекпе жатқанымыз, еңіз жер. Қыстаудың түсіп жатқан. Ту деп тұқырып қалған, түйе атқақтай жағады. Кеттік. Пойызды жағы, кеттік ағыс көтеріп барды. Арқасымен шарқы да түсті. Жерге бұрқа да түсті. Оны мәші жол болатын әрейді. Сосын
Çıkılıp kaldı. Ekemizde boş жігіт, түйе boş жігіт, bizde boş жігіт. Ат үріккен немен тас тұлқамақ кетті. Сонша қойдайын алып кешіге әкісті. Мен жаны ми шығып, сап-сары болып, ми шығып, жарқырап жатыр. Күн кешкі жаққан, ми шығып жатыр. Баяуды енді өліп қалды енді қайтқан. Деп сөйтті. Sonra tayaq көжек, ой мен ішіне кеткем жоқ, ішіне кеткем жоқ, тұрсыңдар мен тұрсыңдар деп сөйтті. Ой түр екен еді, екеуміз аттан түсіп, барсақ, мұрын бағышып да барқын жер жабысқан. والله وقت الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وقت الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا ائتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر Hakem taң қалған шығар. Тауға шығып кетті. Өтірік ауырады. Hakem шыға алмайды мынаған. Шыға алмайды. Өксі өкпес. Өксін алғыз ол. Жұмсау несін ае? Тұр жел несін. Науқан қабыл болсын. Сілемұлы Қайымқан марқұмның 3 жылдығы айдың 14 күні жексенбіде Тұлба сұмынындағы өз шаңырағында беріледі. Ал енді Қызылбастыдан еңкейіп түсіп келе жатырмыз. Қайымқанның 3 жылдық науқанына қатысатын. Әйтеу келгеннен кейін енді сол кісінің науқанына тартылып келгенімізге қуаныштымыз. Жарықтықтың жатқан жер жарық болсын. Топырағы торқиман жолдас болсын. Енді Алла жаса зираттың басына барамыз. Сұлба көлдің жағасына барамыз. Бала шағамның бәрінің туған жері, өскен жері. Осы Тұлба көлдің жағасына талай тезек тердік, суын іштік. Осындай қалға жетіп, осындай ел жерімізге қуанып бір жасап қалдық бала шағамызбен. Алла осы онда тәуба дейміз енді.
Мына жолдардан кезінде жүрдік қой. Мотоциклмен папам артына отырып. Мен негізі бірінші рет емес, екінші рет машинамен келдім, өз машинаммен. Бірінші машинамен келгенде осы жол болған. Бірақ аяқталмаған, қазір аяқтапты әдемі жол. Yaxshisiz ba? Endimizmi? Папаң алдында сөйлеймін, қалайсың? Жағдай қыламасыңдар ма? Аманшы. Өздеріңіз жақсы шығып келдіңіздер ме? Ауыл аймақтан аман есен ба? Өздерің қалайсыңдар, амансыңдар? أولئك له دم رميم أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله حاجة جنة تغر يا رب العالمين هذا مرحمة كم زغتر قينجت أفهم زيلان بالزر عيبلات عمل تدر وطبس وعشرة سورة القرآن مساغن الله نقول محمد أمة مرحمة كم مسلم مدرس خيم خبر قلنا عرضنا وشان درمان ربنا تقبل منا إنك أنت السلام والمرسلين والحمد لله رب العالمين Odan şimdi velosiped oldu mu? Ылғи велосипедпен жүрем. Осы келесің, одан жүрмей қалады. Түсіп аласың да. Жетелейсің. Анан басына дейін сүйреп барам. Сана қайтқанда шәріктеткенді қызық көремін да. Соны сүйреп отырып, ана талдың басына шығарамын ғой. Бір қарасаң ыстық, туған жер. Бір қарасаң, ан жақта да қанша өмір өзіміз өтіп кетті, мысалға. 30 жыл. Бірақ та балалық шағым осы өткеннен бәрібір де ыстық болады да. Туған жер. Ана жақ болғанда 30 жыл өмір сүріп жатырмыз ғой, ол жақта аз емес қой өзі. Бәсеме қарай. Қожым ба? Қожым. Айболат қой. Қадетім шықсап біз ән жерден қарасам, содан кейін тоқтап жатырмын ғой. Жаңағында Сәулен апай деген қасында тұрған бұл. Содан осы кісілер келген екен ғой деген. Сәукен паспортыңыз жоқ па? Қалайсың, аман есен денсаулық ғой. Қой айтып жатсыңдар. Бала шағамыз. Бәрі туған аман ба? Аман есен де. Өмір бар ма? Алла жарылқасын егер. Нәксін çıramıttım. Çıramıttım. Мен арасында Мен көмектеп қалдым, бірақ өңін çıramады. Қожым, танымайды екен. Танымайды екен. Мұнан танымай қалған екен. Аматай баянда қақ жетіп келгенде дереу таныған екен. Жоқ, Айболат танымай танымайды екен. Мынау кішкене болса. Басқа танымай қойдыңыз Мен өткенде айттым ғой. Апамға барайын. Ой апа, біз келдік. Осыңа көп аят оқып жатырмыз. Мүтік алынбайды мынау. Несі? Тұра тұрайын дегім. Міне естігендер. Ой жақтық, имак. Жаңғыз жақсы көретін жеңгем еді. Сол жеңгем жаңғызды. 49 жылғы дейді е. Анда құсайыны қайып деген анда ғой? Қайып дейді.
Нешінші жыл туыпсыз ол? 42 жыл дейді. 42-де. Бұл кісі де апамнан кейін бір-ақ қайтқан ба бұл кісі? Біз көшкенде бар екен ғой бұл кісі. Апамнан кейін бір 2002-де ғана қайтты ғой. Осы кісі қайтыс болғанда мен келдім. Келдің ба? Келгем. Жылап еңіреп кемпір. Мына кісі. Қошқар Дұғам деген кім ол? Нағашым ғой мен жаңғы. 12-ші жыл туған дей ма? Апамнан бір-ақ жыл кіші екен ие. Солай екен ғой? 80-ші жыл дейді? 83 жыл. Біз көшпей тұрып қайтыс болған. Айтшы екен. Туған жыл қайтыс болыпты. Анау кім болды? Иіс. Иіс ұлы ғой, сабыр ғой. Ұлы. Өзінің ұлы. Не деген жаман жиған иіс. Өзі де осындай кісі еді. Даман құсаған кісі болды ғой. Кәдімгі даман сол кісінің аузынан түсіп қалған ғой. Кетейік пе? Кетейік. Мына жазықтар туралы бірден айтып жүрмейсіз бе? Мынау енді менің қой жайып тезектеліп бала күнімнен өскен жерім ғой. Жаяу шақпылап, атпен шақпылап. Ана бір Қызыл Тұмсық деген жерден суалатығымыз. Осы жазықтан тезектеліп, ана жазықтың бәрі менің жүрмеген жерім жоқ. Біздің үйді осы мына орта қарауда тұрғанда жел шағып кетіп. Кешке жақын жел дегенің уілдеп соға бастады, апам айтты. Ай, мынау енді үйді шағып кетер ме екен. Содан қараңғы болып бара жатыр. Үйді жел дегенің үйді ұлпылдатып әкетіп бара. Сосын апам айтты, мен далаған үйдің үстіне. Онда кигіз үйде отырамыз ғой. Тас бастырып келейін, сен үйді бақанды тірей тұр деді. Бір заманда апам екеуміз дамысқан далада жүрген. Содан әгіні үйдің бақанды тірей бергенде шаңырақтан 2 шуғымен шаңырақ 2 бөлініп басыма чарқ етіп түсті де кетті. Содан әгі шаңырақ түскеннен кейін мен де шошып кеттім. Үйде от жанып тұр, үстінде ет асып тұр. Содан әгі пешті шаңырақ ортасына түсіп қалды. Сосын апам еңбектеп жүріп даладан мұз әкеп отты сөндіріп, сосын шаңырақ ортасына түсіп қалды. Енді мына жағымызда нағашым үй бар, мына нағашым жайынға Қожанасыр. Сол нағашым үйіне барсақ, нағашым отыр, мына оң жақтағы төсекке отырып апты да желбаудан тартып. Үй өзімдікі. Алып көр сен, деп сөйтеді кісі. Қайдан біраздан кейін ол үйді де шағып кетті. Сонымен сол ода шаңырақ ортасына түсіп қалды. Дамысқанды іздесек табылмайды. Үйсе қойдың арасына кіріп кетті. Қораға кіріп кетті. Бір айға дейін сөйтіп отырдық. Сосын жайлауға шығатын болғанда ағам айтты, біздің үйдің шаңырағын алып кетіңдер. Біз басқа шаңырақ аламыз. Содан Тұлбадан бір барып, бір жүк машиненің үстіне шаңырақ тартып берді. Мен әге түстім. Атпенен Будылға барғам сонда. Бір Торат дейтін атым бар болды. Сонымен әгерадан шаңырақ түсіріп ап. Сосын бір Чүленбай дейтін кісі бар еді жарықта. Сосын маған шаңырақ дөңгертіп бер дедім. Сосын айтты, әй, андағы ауып кетеді де шаңырақ маңырағыңменен аттан құлайсың да өлесің деп, құдай атқыр деп сөйтті. Сосын кісі айтты, өлсем мен өлем ғой, өңгертіп берші дедім. Содан әгісі маған шаңырақ дөңгертіп бер. Әгі шаңырақты бүйтіп ұстап, өңгеріп отыр. Үйге келдім әгі шаңырақта осы жүрген. Содан әгі шаңырақты әкеп үйді тігіп апам екеміз. Солай өмір сүрдік. Енді сол туған жерің міне? Мен сол туған жеріме... Жүрген жерің? Мен міне 70-ге таяқ болғанда бір келіп, аруақтарға Құран оқып, өлгендердің басын бәрін көріп, барлық туысым дүниеден өтіп кетті, жасы кәрісі. Ағашыларым да кетті, ағаларым да кетті, жеңгелерім де кетті. Жаңғыз өмір бақи бірге отырған шешем де кетті, анам. Соның басына кеп тұрмын. Мен топырағым бір көрдім, мен үйге қайтайын деп тұрмын. Ой,
Қалайсыз, аман-есенсіз бе? Денсаулығыңыз жақсы ма? Жарайды, аман-есенсіз. Қазір машина сутамыз дейсіз. Қазір машина сутамыз. Сол аясамыз қалмағай жүріп жатырмыз. Sürekli suda çok var. Gelin bir gelin. Жылы ма? Жылы. Gelin bir gelin abi. Su cırcı var mı? Жылы. O rahat. Kapıyız. Ağzı kırır. Ağzı fırlatır geldi. Mune vuramadan içiniz var, açıжында var ғой. Baba git. Taptaza su. Şöylesин bitip işe versin. Katma. İçi kekir koy. Iya. Bir jegen tama. Endi 2 qo'yning etiga bo'ladi ekan. Undan keyin. Yema. Жырғыз су. Қанша ағынды болса да. Таудан аққан су ғой мына жып жылы. Сояда. Или біздің энергиямыз ғой. Мүмкін. Соны ішесің ғой. Аптасың. Андай ненің құдықтың суын ішіп жатқан сияқты, иә? Рахат. Терезеден ана әйнектің ішіне екені көрініп тұрады да. Мынау әйнек, анау әйнек қалың әйнек кетеді да. Айтады вот так.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الرحمن الرحيم الله أكبر.